Баршаңызға қайырлы күн. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін оразаның 7-ші күніне арналған ас мәзірін сіздерге ұсынамын. Біздің бүгінгі ас мәзірімізде духовкада пісірілген тауық еті, қарапайым салат және ең оңай таразының көмегінсіз жасалатын бисквитный торт. Ауызашардың ас мәзірі сіздерге ұнайды деген ойдамын. Бізбен бірге болыңыздар. Ең алдымен бисквитті тортты жасауға кірісейік. 4 жұмыртқаны құрғақ таза ыдысқа саламыз. Бисквит жасап жатқан кезде бүкіл ыдыстар құрғақ болуы керек. 4 жұмыртқаны аздап ғана миксермен араластырып аламыз. Жарты стаканнан сәл ғана көбірек қант салып, үлпілдек масса болғанша көпіртіп аламыз. Біздің жұмыртқамыз осындай қоюлықта көпіруі керек. 1,5 стакан ұнды електен өткізіп, 3 бөлікке бөліп араластырамыз. Бисквиттің қамырын араластырып жатқан кезде духовканы 170 немесе 180 градусқа қосып қойыңыз. Бір шай қасық қопсытқыш салып, біркелкі болғанша араластырамыз. Бисквиттің қамыры осындай қоюлықта болуы керек. Енді кез келген қалыпқа құйып, алдын ала қызып тұрған духовкаға 10-15 минуттай пісіріп аламыз. Бисквиттің қамырын жасап болған соң, оны көп күттірмей духовкаға бірден салуға тырысыңыз. Ал егер бисквиттің қамыры тұрып қалса, ол көтерілмей қалады. Біздің бисквитіміз де пісті. Енді ыстық кезінде қалыптан алып, бөлме температурасында суытып аламыз. Біздің бисквитіміз өте жұмсақ, нәзік болып піседі. Және де айта кетсем, бисквитке ыстық күйінде крем жақпаңыз. Әйтпесе бисквит қатты болып қалады. Бисквит суығанша кремін дайындайық. 100 грамм творожный сырға 3 ас қасық вареная сгущенка саламыз. Бір стакан сливки құйып, қою крем болғанша көпіртіп аламыз. Бисквитті 2 бөлікке бөліп, қантты сироппен малып шығамыз. Біркелкі етіп крем жағып, келесі бисквитті қойып, сироппен малып шығамыз. Торттың бетін өз қалауымыз бойынша безендіреміз. Міне, біздің тортымыз да дайын. Тортты жасап болған соң, міндетті түрде тоңазытқышқа 2-3 сағатқа қойып қойыңыз. Сонда сироп пен крем бисквитке сіңіп, өте нәзік, жұмсақ торт болып тұрады. Ал енді тамағымызды жасауға кірісейік. 4 дана тауықтың аяғын тазалап жуып, құрғатып, бөліктерге бөліп аламыз. Паприка, қара бұрыш, тұз, тауық етіне арналған дәмдеуіш, туралған сарымсақ және майонез салып араластырамыз.
қалған приправаны және соя тұздығын салып тағы араластырамыз. Дайын болған тауық етін 15-30 минутқа тоңазытқышқа салып қоямыз. Туралып құрғатылған картопқа, майонез, соя тұздығы және дәл тауық етіне қосқан дәмдеуіштерді, сәбізді салып араластырамыз. Біздің картопымыз да дайын. Ал енді листке пергамент қағазын төсеп аламыз. Үстіне туралған пияздарды салып, жайып шығамыз. Пияздың үстінен картопты салып шығамыз. Листтің ең ортасына осындай сарымайымызды қоямыз. Сармай бізге тамақтың құрғақ болып қалмауы үшін қажет. Бірақ сармайды көп салмаңыз, себебі тауық етінің де өзінің майы бар. Ал енді тауық етін картоптың үстіне салып шығамыз. Бетін және жан жағын фольгамен ораймыз. Фольгамен орасаңыз, ет пен картоп біркелкі болып піседі. Орап болған соң 150 градус қызып тұрған температурадағы духовкада алдымен 1 сағат пісіреміз. 1 сағаттан кейін бетіндегі фольганы алып тастап, тағы жарты сағат духовкада бетін қызартып аламыз. Міне, бізде өте дәмді тауық еті жұп-жұмсақ болып пісетін тағамымыз дайын болды. Біздің бүгінгі ауызашардың 7-ші күніне арналған ас мәзіріміз де дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Ауызашардың ас мәзірі сіздерге ұнады деген ойдамын. Ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Келесі кездескенше.